Ассалаумағалейкум достар. Көт біле. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Блайз. Қалайсыңдар достар? Бүгін біздер Орда Play серверінде сіздер білмейтін заттарды көрсететін боламыз. Сіздер давайте арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Мен өз видеомды бастайын. Так, достар, сіздерге серверді қысқаша таныстырып кетейін. Мына жерде паркур, спавн. Айтпақшы, бұл серверді сіздерге таныстырғам. Бұл жаңадан обновление болды, өзгерді. Бұл жерде, в общем, донат кейс, мына жерде заттар береді, в общем, кейс па бірдеңе сияқты нәрсе, в общем, иә. Так, сондай ғой. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай шахта, бұл жерде керемет рудалар, алмаз, анау бәрі бар. Осы жерден заттар алып дамытуға болады. Енді, так, бізде не бар еді тағы? Так, бізде ар жақта түрме бар ғой, в общем, түрмеде боқтаған анау адамдарды қамап қоясың ғой, короче, бұл жерде ше. Енді, так, сендерге не көрсетсем болады? Бұл түрменің іші, тоқта, түрменің іші болсындай, в общем. Так, енді сендерге қазір мына жақтан, мына жерде айтпақшы ақша беретін ашылып жатыр. Сендер ақша көтере аласыңдар, типа казино сияқты нәрсе, бірақ казино емес. Иә, сондай. Мына жақтары өзгерілмеген, сол баяғы. Айтпақшы, сумоның ішін көрейікші, сумоның ішінде не бар екен? Так, сумоның ішінде сол баяғы өзгермеген сумо. Так, енді мына жақта квесттерді көрсетейін сендерге. Қазір бұл жерде квест орындайсыңдар, в общем. Мынау жителдер тапсырма береді. Соны орындайсыңдар ғой, короче, иә. Бір тапсырма береді, соны орындап сендерге ақша береді ғой, короче. Так, енді сендер қазір чатқа /start деп жазасыңдар. Старт деп жазғанда сендерге мынандай киімдер береді ғой, короче. Сендер кешірім сұраймын, Рунин. Иә, осындай киімдер береді. Осындай киіп алу керек бұны қазір, тоқта. Так, болды. Енді сендерге ең көптің көкейінде жүрген сұрақ новичоктарға арналған. Мысалы, қазір кең жер іздеп алайын. РГ-ны қалай жасайды? Көбісі сұрайды, серверде РГ қалай жасайды? Үйімді қалай қорғасам болады? Сундуктарды ашылмайтындай қалай қылсам болады деп көбісі сұрайды. Сендерге қазір бұның бәрін көрсетем. Так, тегіс жер іздеп алайық. Қазір мысалы регланбаған үй, соны іздеп алайық. Міне мысалы мына үй. Қазір регланған ба, регланбаған ба көреміз. Так, мына жерден қазір таяқты алайық. Таяқ. Бұл қазір чатты көрейік. Бұл үй регланбаған, көріп тұрғандарыңдай. Қазір осыны реглайтын боламыз. Қараңдар. Так, мына жерде қазір тура осы бұрышынан бір 3 блок па, 4 блок па түсесіңдер. Чатты ашып /rg post1 деп жазасыңдар. Post1 деп жазасыңдар. Және де сендерге чаттан былай келеді. Первая точкадан иә, солай келеді. Енді екінші точканы реглайтын боламыз қазір. Так, осы жерден блокты жоғары қарай қойып, қазір тоқта. Осылай жоғары қойып, рыгыны сәл көтересіңдер, өздерің үйлеріңе ыңғайлығып. Ойбан асындырыпсың. Қазір бұл жерге де дәл солай, бірақ сәл басқашалау қылып жазасыздар. Қазір бұл жерге /rg post2 деп жазасыздар. 2 деп бұл жерге. Дәл сондай сообщение келеді тағы да. Вторая точка становления на бір бәле сандар деп, в общем, иә. Енді соңғы кезек бұлай rg create өз аттарыңыз жазасыздар, регион. Мен мысалы қазір Blaze деп қоя салайын. Так, Blaze болды. Енді осы жерде новый регион успешно создан и назван как Blaze деп келеді ғой, короче, иә, өздерің аттарың. Бұл жерде енді мен не істесем де өзім білем. Өзім сундугымды ашып, сондай есік бәрі ашылады, иә. РГ деген осындай, в общем. Ал келесі затымызға келетін болсақ, сіздер мысалы осылай өзіңіз жүріп келе жатасызда. Так, тоқтанан бүйтіп қаз жері салайық. Мысалы өзіңіз келіп осылай құлап кетесіздер. Ойбай, қалай шығам? Админдер, хелпер, көмектес, ойбай деп кетудің. Паника ұстаудың қажет жоқ. Чатты ашасыздар. Так, чатты ашып /spawn деп жазасыздар. Болды. Сіздерді автоматически спавнан шығарады, иә. Ендігі кезекте сіздерді осылай үй іздеп немесе үй салуға шықсаңыздар өлтіріп кете береді. Ол үшін сіздер былай жасайсыздар. Спавннан шығып,
ана жаққа барудың қажеті жоқ. Шетке барып, жай ғана осылай жүгіріп барып, тегіс жер немесе өздеріңізге ыңғайлы орын іздеп, үй салатын орын іздеп барсаңыздар болады. Өздеріңіздің үйлеріңізді салып, тұрғызып, мысалы мына жерде қирап аққан үйлер бар, және де әдемі үйлер де бар. Осы жерде өздеріңіз үйлеріңізді салсаңыздар болады, әдемілеп ше. Бұл жерде әдемі жерлер көп. Ал достар, осымен біздің өз видеомызды аяқтаймыз. Видеоны лайктарыңды басып, және де менің арнама тіркеліп, Blaze деген арнаға просто подписаться етіп қойыңыздар. Осымен мен өз видеомды аяқтайын. Давайте сендер тек қана лайк басыңдар. Ал пока-пока. Чао.